Алқалы әлеумет енді сахна төріне 3 мәрте алтын домбыраның иегері, қазақ айтысының мақтанышы Мұхтар Ниязов шақырамын. Мұхтармен айтысатын Ақтөбеден келген айтыстың жас қабыланы Нұрбол Жауынбаев, айтыстың ақтаңгері. Дархандығы теңдесер даламенен дүйемелді ақынға ана көрем. Ассалаумағалайкум Түркістаным, айтысқа махаббаты адал елең, Түркістанға театр салып берген Ақтөбенің сәлемін ала кебем. Өңірім батыс жақта болғанымен, көңілім қай кезде де саған елең. Айтыста тұсауымды кескен елсің, 6-шы сыныбымда шамаменен, содан бері көркейіп кетіпсің ғой, атыңа затың сай боп қала деген. Кесенен көз тартады тонадайдан, көркіне көзім тоймай қала берем. Бергі жақ заманауи ғимараттар, шырай берген шетелдік жобаменен, бас идім 4 қақпалы Түркістанға, көнені үйлестірген жаңаменен. Көне жаңа демекші бұл айтыста, жұп болдым Мұхтардайын тамаменен. Сізден біраз ақындар сескенеді, себебі бәсің биік бағаң ерен. Бірақта жекпе-жекте іркілмейтін Нұрболының айтысқа адал өрен. Тұсауымды кескен ел отырғанда, ешқашанда іркілмей шаба берем. Қысқасы халқым өзің қолдап отсаң, әдегеннен айқасқа бара берем. 20-ның жалыны бар Нұрболыңыз, жұп болды 40-тағы ағаменен. Бекарыс ақыныңша сөз бастайын, саралап мына жайды санаменен. Ей, базардан келе жатып жолықтың ау, базарға бара жатқан баламенен. Ей, тұлғасын құрап тұрған терең ақыл, Шойбеков өлең жиған элеваторы, Түркістанның айбынын асқақтатып, рухыңды қуаттаған генераторы. Елуге келгенменен қартайған жоқ, ел үшін айтыстағы ерен уәкілі. Жоқ жітігін түгендеп ел жұртының, айтып жүр талай-талай төреге ақылы. Көкпардан да қалмайды байқағаным, серілердей талғанмен себеді әтірі. Бірақта бір нәрсені байқап қалдым, айт десең он айтпайын неге батыл. Самайына кішкене ақ түсіпті, себебі ол ақшаштың неде жатыр. Ағамызбен 90 рет айтысыпсың, бұл сөзім жалған болса деме мақұл. Сол шаштарын ағартқан өзіңсің ау, себебі мұның сенен шығар осының себебі ақыры. Бірақта Мұхтар аға білесің ғой, қазақта бар мынадай көне нақылы. Өгізге туған күнді уақыт өтсе, бір күндері бұзауда көреді ақыр. Ей, сенің де шаштарыңды ағартатын, соңында жастар өсіп келе жатыр. Ей, сахына айтысатын алаңымыз, домбыра жауынгерлік жарағымыз. Шабыңа шоқ түскендей туламассың, шабыңа шоқ басқандай туламассың, шамыңа тиіп жатсақ шамалы біз. Айтыстың шартыменен айқассақ та ағаға дайын біздің мадағымыз. Мен Мұхтардай ағама риза болдым, көп екен мақтайтындай амалыңыз. Жақында ел назарын аударды ғой желіде өзің айтқан хабарыңыз. Мен әзірге айтысқа шықпайым депсің, халықты алаңдатты қалауыңыз. Тісінің көбі түсіп қалған екен, қойылса неге деген сауалыңыз. Белгілі болды солай топқа түспей, дәрігердің көмегін аларыңыз. Бірақта бұл айтысқа шақырғанда жоқ емес, ия болды жауабыңыз. Басқа Бекарыс ағамыздың тойына бармауды ұят санадыңыз. Ем домыңды ысырып тойға келсең, ағасы бәрекелді жарадыңыз. Айтыстағы азулы арыстан деп айтушек Бекарыстай ағаны біз. Ал халқым қол соққайсың Мұхтардайын, мінекей өлең жырға маманыңыз. Ей, азулы арыстанның тойындағы азуы түсіп қалған қонағыңыз. Ей, ақынсың айтыстағы шебер апат, өлеңің тұнып тұрған өнеге хақ. Айтпақшы құттық
құттықтап қойыңыздар. Ағамызды артыпты бедел атақ, құрмет орденін ап, кеше ғана қуандың, ел берген соң елеп атап. Түркістанға талайлар көшіп жатыр, көркейіп жатқаннан соң керемет ақ. Әнекей Төреғали көшіп келді, өмірінде басталып бөлек этап. Қаланың әкімі де сырда туған, еңбегін елім әлі көре жатады. Жерлестерің секілді көшіп келіп, осында өмір сүрмейсің неге рахат? Мың түрлі медальдарды алғаныңмен төс белгін көтереме төбеге тап. Ей, қайсы бір медальдан да беделді ғой, Түркістанның тұрғыны деген атақ. Шабаға. Сөзіңнің түсінбедім соңғы жағын, дың-дың етіп кетті ғой оң құлағым. Баланың жылдамдығы соншалықты өзілеспей жатыр ғой домбыраның. Сенің де ақындығың бөлеге тап, үмітіңнің үкісін төбеңе тақ. Түркістанға көшіп кел дейсің маған, өлең таппай бірінші өнеге тап. Әйтеуір барған жердің барлығында мақта өлең айтасың сен ен апат. Әркімге туған жері Мысыр шаһар, сонда шаңырақ көтер кереге тарт. Түркістанның тұрғыны деген атақты деп кеттің ғой осы жерде бөлек атап. Мен сонда түсінбеймін бір түрліме, Қызылорданың тұрғыны деген атақ айқаяқы. Арқадан арқараумас жылы болса, елінен ер беземе құны болса, осыны айтпаса да түсінер ед, Нұрболдың санасының нұры болса. Төрешің Түркістанға тұрмайды шығар, өз айтқан ұлы дала ұлы болса. Әзекең осы жақта қызметте, қолдап отыр ағайын мұны қанша. Қай аймақта тұрғаның маңызды емес, иығыңда қазақтың жүгі болса. Сондықтан мұнда көшіп келсейші деп, мені қыстай бермеші інім онша. Түркістан мен сыр елі көршілес қой, Тұраннан қашық емес сырым онша. Сондықтан арасында кеп тұрамын, қол ұрар ер аға сүйікті ұлы болса. Бір жағынан беделі арзандайды, қатынастың қалады құны қанша. Қалсырап кеп тұратын көршілерің бір жола кеп үйіңе кіріп алса айқаяқы. Бегарыстар кетіп ет кеше не деп, соны бүгін Нұрбол кеп еселемек. Қырықта қамал алған бұлағаңа, салсаңды аттап өтер неше бөгет. 20 ғасырда Жамбыл атаң 100-ге дейін айтысқан десе керек. 21 ғасырда сонда Нұрбол базардан қайту жасы неше боп ед. Мәселе сол ақынды қуатта ғой, жас деген өз-өзімен өсе береді. Бекеңнің Әсияға айтқан сөзі тұспалдап отыр десем бәсе не деп. Оның несі мақал қып мына маған, тағдыр қылып отырсың пешене деп. Солтүстік жас жақта айтса бір мейлі ғой, көтерме саудалары көшеде жоқ. Бұл жақта кіріп шығып жүре береді, Түркістанда базарда мәселе жоқ айқаяқы. Мұхтар ағаң шалт сөйлеп шалт ойланса, қалжың тауып үлгірер қалтайларша. Бегарыстың шашын сен ағарттың дейді, айқаяқау деп жүрген нартайларша. Бастың сырттан тозғаны жақсы емес пе, іштен тозып ақылың ортайғанша. Бекеңнің түрі кәрі көңілі жас, таңғалма атып тұрып сәл тойналса.
Бекеңе мендей қызмет жасай алсаң, жанында жүрер кешке дейін жан тайғанша. Жүйкемді жұқарттың деп ренжімесем, ақ жүзімнен бауырым әр тайғанша. Елуде ердің шашы бозарады, түсін соны аузың аңқайғанша. Сенің де шашың ертең ағартаң деп, ауыңды керіп маған талтайғанша. Шаш ағару өмірдің заңдылығы, құбылаға бір жола шалқайғанша. Жиреншенің әйелі емеспіз ғой, қара шаш боп жүретін қартайғанша. Айқай емес ақылмен сайрас адам, тау басына шықса да таймас одан. Қазынаны ниетпен шақырмасаң, қазымырлық бермейді пайда саған. Түркістан Наурыз тойы құтты болсын, тай қазанды қайнатып той жасаған. Бұндай кезде жоқтан басқа сөз айтпайтын, жомарт болып кетеді байда сараң. Ойда қел, қырда келмен араласып, білеулеп ет тасаған, майда саған. Қос тойын қатар келіп жатыр екен, әр тараптан жиналдық әйда соған. Біреуі Наурыз той, ал біреуі Бекеңнің 50 жылы ойға салам. Бекеңдер ғой айтыстың абыройы, құрығынан құтылған қайға шаған. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, ағайын қошеметің сайма соған. Барымды салайын мен бүгін енді, тіл жағыма қуат бер ай жасаған. Бел жазып Түркістан мен Бекарыстың, тойында шаппағанда қайда шабамай қаяғы. Айтысты деп жүргенде енді үйренді, ниетіңмен тарылып та кең күймеңді. Аузыма кіріп шыққан сияқтысың, бір-екі сондай ғой емдейді енді. Азу тұсқа құрт түсті деп Мұхтар ағаң, ағасының тойына келмейм енді. Тістерді салыстырып не қыласың, шама келсе салыстыр деңгейлерді. Аузымнан бір-екі жоғалтқан мен, айтыста жоғалтқам жоқ мен бейнемді. Азу тұсты уайымдап не қыласың, шайнамай-ақ жұтам ғой сендейлерді. Айқай-ақ. Бұқадай ләззат алмай сүзген гүлден, жөн болар ізгілікті ізбен жүрген. Бұл баланы сайысқа сала бермей, дұрсау 1-2 жыл іздендірген. Қарапайым нәрседен қателестау, шекерді шатастырып дүзбен мүлдем. Түсінікті түріңе қарағандақ, түсінігің басқаша бізден мүлдем. Әй Нұрболжан әпенді екенсің ғой, баяғы балаң көңіл ізбен жүзбен жүрген. Азулы деген сөздің мағынасын ауыздың маңайынан іздеп жүрген. Айқай-ақ. Жалғыз жүріп күйдіріп табанды отқа, кезін ғой бұл нәпсіге салар ноқта. Нұр болсаған таң қалам кірің досы, кім жуады үйіңде мамаң жоқта. Дырдай азаматсың ғой байқап тұрсам, бойың досы еркекті қалау жоқ ба? Бойдақтардың өмірін түсінеміз, білемін өмір емес палау ботқа. Бас екеу болмай, малда екеу болмас, соны айтатын мал доғдыр маман жоқ ба? Бекарыс жүкеңдерге еліктейсің, ал оның құпиясы анау жақта. Бекеңмен жүкеңдей боп жайнамайсың, қасыңда жаны жайсаң жамал жоқта. Көктем келіп тіршілік тірілуде, ал сенде айналаңа қарау жоқ ба? Самарқанның көктасы еріп жатыр, бір қызды ертетін шамаң жоқ ба?
күн мен түннің өзі де теңесті ғой, сенімен теңесетін адам жоқ па? Ағаңның азу түсін не қыласың, күрек түсті қалқадан хабар жоқ па? Көңіліңді көрсетіп көл секілді, аға болсаң ініңе көрсетілгі. Шайнамай жұтамын деп сендейлерді, бауырын менсінбейді-ау мен секілді. Өз-өзін өзгелерден артық санау негізі көрсетеді кемшетіңді. Шайнамай жұтамын деп отырғаның ағасы өз басыңа сор секілді. Отырарды оп-оңай аламын деп Шыңғысханда ойладау сен секілді. Өңешімнен өтет деп баламына, ағамның тауып айтқан жауабыма. Жарайдал жұтам десең жұтып көрші, тосқауыл болып қайтем талабыңа. Бірақ аға өкпелеп қалмағайсың, бауырың берілмесе шамалыға. Кішкентай тастың өзі бас жарады, елеусіз көрінгенмен жанарыңа. Қалың орман өртеніп кетпейді ме, кішкентай сіріңкенің алауына. Шалқая бермегейсің, сондықтан да шірену жараспайды саналыға. Ей, шайнамай жұтамын деп отырғаның, тұрып қалып жүрмесін тамағыңа. Ей, әр ақын, әрі молда тақуасың, уағызбен тиісуді қатырасың. Бас екеу болмай, малың төртеу болмас. Бойдақсың деп келтірдің атымасын. Сізбенен біздің заман басқа қазір, Мұхтар ағам бар жайды бақыласын. Ойланып үйленесің бұл заманда, көп жайларды санаға тоқығасын. 115 мың жас былтыр үйленіпті, дерегін дәл білемін оқығасын. Ал оның 45 мыңы ажырасқан, екі жаққа бөлініп екі жасың. Тек қана ажырасып қоймайды олар, эфирдің алып сақынасын. Бірін жамандап сұхбат берет, білмеймін жуып шаймақ не күнәсін. Сондықтан да ақылмен үйленемін, үйлен деп неге сонша қапыласың. Жәудір көз жетімі көп бұл заманда, ойланбай отау құрсаң опынасың. Ей, әрістің астарына үңілмесең, астарлы ақиқатта отырасың. Ей, шайқас күткен халқыма шайырлардан, айтылсын сөзің гауһар, ойың маржан. Ойыма өзбек әлі келіп қалды, сен сөзіңді қыз жайлы қайырғаннан. Қазақ қыздың беделін қорғаймын деп, өзбек әлі көбісті мойын қалған. Батыраков деген басшы бұйрық берген, билікке әбден мастанып тойынғаннан. Қазақ қыздар трактор айдасын деп, мақсаты жұмыс шығып қою болған. Жақсы қара жұмысшы шығат депті, қара көз құралаймен айымдардан. Суықта қазақ қызын трактормен жүргізу өз ағаңа уайым болған. Бір жағы бедеулікке апарат деп, бір ойы дәл осылай пайымдалған. Өтініп бұйырғынан бас тартуды қазақ қызға болыпты дәйім қорған. Бірақ басшы көнсінбе оңайлықпен, бір жағы зұлымдық бар бойында алуан. Сол кезде ұлтын сүйген өзбек әлі сескенбей биліктегі жайындардан, өз қызыңда отсын деп тракторға қатаң талап қоюға дейін барған. Әруағыңнан айналдым өзбек әлі, тудыруды көздеген айымдоңнан. Қызметтен айырылам деп қорықпай, аруларды қайғыдан айырған жан. Ей, трактордан түсу үшін қазақ қызы тағынан түсуге де дайын болған. Ей, біреуге алтын күміс бөз бағалы, ал бізге бәтуәлі сөз бағалы. Бағана мейірбектер өз ағаңның наурызды қайтарғанын қозғағаны. Қазақтар өз наурызын қайтарғанда, өзгелері де осыны тез қалады. Әзірбайжан, тәжік пен өзбегіңіз қазақтың даласына көз қадады. Өз ағаңнан сұрапты ақыл кеңес, қалай дүбірлеттің деп боздаланы. Мәмілеге келудің Мәскеуменен тәсілін білсем депті лезде бәрі. Келер наурыз тойын тойлапты, содан кейін келесі көктем келген кезде бәрі. Жәнібектей тұлғаның арқасы ғой, олардың да рухы тозбағаны. Ей, ұлтының мақтанышы емес жалғыз, түркінің мақтанышы өзбек әлі. Ей, жұртым жақсы білетін жекерлігін,
Жәнібеков жайында шекер жырым, Өзбек айлы жайында спектакль бар, қазақ түгіл білетін шетел құнын. Ол Қызылорда театрының спектаклі, директор онда Мұхтар Көкем бүгін. Талай жерге көрсеттің қойылымды, халқым күтіп отыр деп өтер күнін. Апардың батысқа да шығысқа да, ағайынның рухын көтердімің, бірақ та Түркістанға көрсетпепсің. Айтшы соның себебі не екендігін, өз перзенті туралы қойылымды көрсетпестей бар ма еді бөтендігің. Түркістанға көшсеңші деген едім, жер бар ма бұл шаһарға жетер бүгін. Онсыз да көршімін деп жауап бердің, жылмасам да осынау мекен гүлін. Көршінің де жақсысы жаманы бар, соны ойласам аламын секем бүгін. Ей, қойылымды көрсетпей Түркістанға көрінді қандай көрші екендігің. Нұрболжан бұлайынша ерсемессің, газды бір басқан кезде мерседессің. Қашанда екі ортаға шынайылмын, спектакль қоятын көрші емеспін. Екі адамға сал дебем үйден төсек, ада ағаңа лақтырдың ғой күйген кесек. Бойдақтар аяқтанса елге құт қой, болмайма бақаның көлге сиген десеп. Біздер деген бірдеңе білеміз ғой, ақыл айтып ініге именбесек. Таңдап жүріп алатын ағалар бар, солардың соңын өріп үйрен десек. Алып жүріп таңдайтын сұмдар да бар, солардың зиянынан жирен десек. Біздер қалай халық күлкі боламыз біз, сахнада сөзбенен сүйрен десек. Сен журналист болғаның бәле болды, статистика айтасың үйлен десек. Мұна өмір соңы жоқ, сол қыл білсең, сол қылдан көз ашпайсың, толқын мінсең. Бойдақтықтың бәлесі безеу басып, түніменен қышынып бөртіп жүрсең. Қандай жақсы еліктің лағындай, егізіңді қасыңа ертіп жүрсең. Таз келінге тағасың орамалды, шекесінен әрғызды шертіп жүрсең. Айрылсып кетем ба деп ыңғайсыз ғой, жалғыз өзің бауырым жортып жүрсең. Отбасын құру ол да ұлы майдан, кіресап кірісетін өртін білсең. Ол майданға өлгенше кірмейсің ғой, оқ түйіп кетеме деп қорқып жүрсең. Ай қаяқы алжыған құсан құсап теке сауған, Нұрболдың таяқ көрдау шеке салуан. Менің саған ниетім түзу еді, көрсеттім жылы лебіз лепе салдан. Ауызға басты сығып өзің бүгін, тамаққа тура жолды төте салған. Құлынның етін шайнап отырам ба, қалдырмаспын бір тістеп екі асаудан. Ортаға шыңғысқанды тықпалама, жекпе жек ол өзіңнің жеке шаруаң. Өзіңде бір түрлі жан екенсің ғой, байқаймын шұғыл сияқты өте шаруаң. Көті бардың елінен келіп тұрып, отырардың еліне өте салған. Ағайын жас балаға қол соғайық, көкесін танытқанда көке салған. Отырған орнында сасқаннан, отырарға айналып кете салған. Ай қаяғы Сен шарасыз түріңді жылытқаннан, өмір саған қарамас күліп қарғам. Шыбық деймей шыңқ етпе, жон терсін, сыпырсан қыңқ етпейді ұрықтарлан. Бөрік тастап бөрден құтылмассың, оңай өтем деп педің бұл мұқтардан. Өзбек әлін айтайын өзіңе мен, тәлім алып өспеймес шыбықталдан. Өз емес артындағы ел мен жұртын құтқарған ғой рухани құрықтардан. Сол қатарлы басшылар сол кездерде бас көтермей жатқанда рухтардан. Періште деген әппақ болушы еді, мынау қап-қарағай жақтан шығып қалған.
Өз ағаң ойланбастан халқым ғой деп, ұлықтардың бәріне кіріп барған. Сен емес ең мықты сол өз ағаң ғой, алыптардың қырсырын шыныққан жан. Екі талай жерлерде елін ойлап, ерлікке екі көзін жұмып барған. КСРО-ның өңешінен өтіп кетпей, тамағына көлденең тұрып қалған. Айқай ай. Театр емес қалқам ұсақ өнер, оған барсан көңіліңді құса көмер. Өз ағаңа қойылым қойдық біздер, соған қайрап отырсаң пышақ егер. Мұнда неге әкелмедің демеседің, ақылыңда болса егер нышан егер. Спектакль көйлек көшек емес шығар, тойға келсең қолтыққа қыса келер. Кебіннен ақ боп кеткен ақыретке, Жәнібековтің танымал аты көпке. Оған қылған қызмет, адал қызмет, жалғас болған Міржақып Ахметке. Қазақстанда қаншама театр бар, репертуардың тұрғанмен сәті көп, сәті кепте. Біреуі өз ағаңа бұрылған жоқ, демесе де ешкім кеп жақын етпе. Қарағым жөн білетін бала болсаң, ағаңа айтпастан кеп жатып өкпе. Алталашта алғаш көп өз ағаңа, қойылым қойғаныма рахметте. Айқай ай. Гастрольдер келетін кез болады, сен айт деп бәрін қайдан тез болады. Әзекеңмен өткен жолы уәделестік, спектакль келеді өзбек әлі. Айтпақшы құтты болсын әкімнің де, кешек алған құрметті өз медалі. Шайырлар осында кеп шер шығарсын, жүйріктерім жүлдесін келсін алсын. Өткенде Нұрбол бала қызық бопты, көңіліңмен қарасам көл шығарсың. 40 күндік борыш өтеп қайтыпсың ғой, енді сен қатардағы ер шығарсың. Бірақ мен бір нәрсеге таң қаламын, аз уақытта қалай тез ерсін алсын. Тайбұрылдың 40 күндік кемдігі бар, ондайды сен де істеген шығарсың. Бет аулақ, Құдай сақтасын алда жалда, жау шапса ең бірінші жем шығарсың. Қазақстан қарулы күштерінің 40 күндік кемдігі сен шығарсың. Айқай ай. Не істедіңдер? Ал сонда жаттыңдар ма? Қару жарақ қоймасын таптыңдар ма? Мина емес түнімен пива іздеп, босаған бөтелкесін аттыңдар ма? Борышты басқа қалай өтеміз деп, борышшы бой-бой боп жаттыңдар ма? Жоқ әлде жігіттерің шақырғасын, тәуекел деп қарамай тарттыңдар ма? Әйелі жас босанған жігіттермен 40 күн бірге өткізіп қайттыңдар ма? Айқай Бұл айтысым көне көш алып керуен, ағам бар алдымызда бағыт берген. Домбырамның құлағы тая берді, ауыстырып жатқанымды халық көрген. Түркістан сен не деген тектеледің, ұлдарына тәрбие бағыт берген. Ей, қонағының атақсап жатқан кезде кең көңілмен өз атын алып келген. Болмас үшін бастағы бағын қайып, жігітке салмақтылық сабыр лайық. Ағаға судай таза менің пейілім, сен десе көңіл каспи жаным жайық. Дегенмен тек 40 күн сарбаз болдың, дегеніңді қалайша қабылдайық. Айтыста өз алдына армия ғой, сан ғасырға жіберген тамыр жайып. Мұнда тіл үшін соғысатын ақындардың сарбаз деуге көремін бәрін лайық. 4 жылдай інің осы армияда 40 күн деп ағасы тарылмайық.
мұндадағы әртүрлі дәреже бар. Шенділердің алдында шағынбайық. 50 жастық дәл бүгін тойға келсек, ендеше құрметтен жаңылмайық. Ей, генерал Шойбековті құттықтайды қатардағы жауынгер Жауынбаев. Ей, Түркістан түркілердің тамыры еді. Тәуетер саған қарап бәрі үнемі. Бекарыс Шойбековтің 50 жасын тойлауға жиналыпты ауыл елі. Әй, бірақ та ағайын Арыстанның негізі туған айы сәуір еді. Өз тойын наурыз кезде өткізсегер, Бекарыс ағам неткен әділ еді. Өйткені наурызда туған жоқ па қазақтың Сарбайып Қаныбегі. Бір шәкірті Бекарыс ақын болса, бір шәкірті Жәкендей дарын еді. Ұстаздық бұлай тұрсын, Қаныбектің ақындық болмысы да алып еді. Ұстазы туған айда той жаңғыртқан шәкірттері не деген тәуір еді. Ей, ұлдары ұлағаттан жаңылмайтын жасай бер Түркістанның қалың елі. Ей, айтыстың келген кезде көне көші, тозады ағайынның делебесі. Тірісінде еш марапат алмапты сол Қаныбек, өнерде көп болса да өнегесі. Өлгеннен соң құрметтеу ақындарды өнердің боп кеткендей ережесі. Бірақ та кейінгі кез байқап тұрсам, ағалардың байқалды кең өресі. Жылбасы халық жазушысы бол, жыл басында жүрсін деген өлеңнің эвересі. Президенттен марапат алған сосын Мейірбек секілді оның немересі. Мұхтар ағам құрмет орденін алып, бұл ағама бұйырған бедел осы. Ал Түркістанға президент келіп кеше еліңнің мықтыларын еледі осы. Парасат орденін алып Бекарысың тең жаңдараз онымен терезесі. Кейінгі кез айтыстай Ақтаудың кеңейіп жатыр білсем керегесі. Ей, ақынын тірісінде ардақтаса жаңарған Қазақстан деген осы. Ей, төрінен Қобдадағы жайлауымның атпасын Түркістанға тойға бұрдым. Осымен қошаман бол Мұхтар аға, бірісің өлең жырға байдарынның. Түркістанның қазағы сендеман бол, жанкүйері айтыстай майданымның. Тұқымы кең жайылсын ерлеріңнің, шүкірі арта берсін байларыңның. Қызылың барған жерде топты жарып, қызығын көрші бота тайлағыңның. Ей, төрт қақпалы киелі Түркістанға тілек осы 4-ші аймағымның. Нұрбол кеп наурыз тойын тойлап отыр, шәй ішіп біраз жайға бойлап отыр. Бір домбыраны жіберді ана жаққа, сонда да дүңкілдетіп қоймай отыр. Бұл домбыраның құлағы түзеледі, халықтың да құлағын ойлай отыр. Осал болып қаласың, осал керсең, сондықтан да ұмтылсай асау көңшең. Қожабекова жұлдыздай апаң менен екеуіңді айтпасем, нашар көрсем. Сол апаңды жаныңнан тастамайсың, біріңді сен, біріңді асан көрсем. Қатардағы дейсің бе Жауынбаев, қарағым ол бауырым қашан көлсем, қашан көлсем. Сен түбінде майор боп тынасың ау, бір жұлдызбен жүресің қашан көрсем, ай қаяқау. Айтысымның отырған байрағы боп, қар өлең сөздерінің қаймағы көп. Бекарыс қазағыма да дара туған, барлық жерде барынша сайрады кеп. Кейінгі буындардың басы қатты, бекең қандай өлеңнің жайлауы деп. Қашан көрсең бабында жүреттейді, әйтеуір тұғырынан тайғаны жоқ. Мен білемін ағайын бұл жауапты, сұрағыңның отырсын айғағы көп. Баптардың ауылында туған бала, бабында жүрмегенде қайда жүреді ай қаяқау. Жиналса жақын жуық осы бектер, дегендей әңгіменің расын әпкел. Мен бекеңе ердім ғой жастайымнан, маңдайымда жүргенде шашырап тер. Бекеңде қонақ жайлы қасиет бар, түнде барсаң беретін асып еттер.
Бекеңнің жырларынан табылады Яссауидан тараған өсиеттер. Бекеңде пайым менен парасат бар, өтсе де қанша асып өткел. Түркістанда бар қасиет Бекеңде бар, мейлі қанша уақыт ғасыр өткер. Топырақ боп кеткенше қалмайды екен, топырақтан дарыған қасиеттер. Айқай ай. Мүмкіндік берген кезде Тәңір ептеп, сәт қой бұл даналықтың дәнін етпек. Бекеңнің бәрі бер жағын айтып жатыр, сен бастадың әңгімені әрірек деп. Біреулер айтады ғой Бек Арыстың кумирі ол Өзбекәлі Жәнібек деп. Ал біреулер айтады бұны жолға салып кеткен Әселхан Қалыбек деп. Ал біреулер айтады бар қиялын ұштаған Әмірбектің Әмірет деп. Олардың барлығы да тілекші ғой, жіберген бірақ жолға салып ептеп. Мен ұялмай айтар ем ағайындар, Бекеңнің іргетасы Қаныбек деп. Қанекеңді кім деп менен сұрасаңдар, өзімде де сағатты мәлімет жоқ. Бір білерім Бекеңдей жас балдарды биіктерге ұшырған кәрімек деп. Сондықтан осы отырған ағайындар бір қол соқса ойлаймын әділет деп. Айқай ай. Жиналған жақын жоқ дүйім болдау, сағанда берген біраз сыйым болдау. Сен сөйлесең бауырым үш көзекте сақырлап қайнап тұрған миым болдау. Сағанда оңай болған жоқ сияқты, сөзімде әрбір айтқан түйім болдау. Ағаңменен айтысу жарты сағат, 40 күнгі әскерден қиын болдау. Айқай ай. Аялай беру сені жалқау етер, қатты ұстау тәртібіңе арқау етер. Өзіңді жан бауырым жақсы көрем, ініңмін ғой кеудесін қалқан етер. Сондықтан да мінекей ырым қылып, шапанымды жабайын арқаңа кел. Мен жалаңаш қайтат деп уайымдама, мен де салып қайтпаспын қалтама қол. Бекеңе біраз шапан түсіп жатыр, ол үскіні жүрегін дарқан етер. Сондықтан 50 жастан тәбәрік қып, бір шапан берік баларын арта өкел. Айқай Қошемет ардақты ағайын, міне ағаның ініге деген, үлкеннің кішіге деген ақыласы ырым болсын, Мұхтар ағасының жолын берсін Нұрболға. Құтты болсын. Ал айта ғой. Шапаның иығыма шақталғанда, ұқсады басымызға, бақ қонғанда. Мен де сенің көрсетем өнегеңді өзімнен, кіші ақынға тап болғанда. Мен де бір күн жабармын шапанымды Шойбековтың құлыны Шахмарданға. Ай бәрекелді. Әмин. Міне қазақтың осы пейілі, осы мейірімі сарқылмасын. Ертең өзімнен кейінгендерге осындай өнегені мен де көрсетем деп жатыр, қандай жақсы. Ал енді бұл айтысты бастаған осы Ақтөбенің төрінен келген бауырымыз Нұрбол Жауынбаевтың ұпайы қаздар алқасы. 1, 2, 3, 4, 5, 9, қалғаны 10. Нұрболмен айтысқан Мұхтар Ниязовтың ұпайы түгел 10.